Ассалаумағалейкум көрермен. Армысыздар? Менің есімім Мейрам Мақұлұлы. Так. Тақырып орыс тіліндегі түркизмдер. Ұста, держи. Ұстау, держать. Ұстадым, держал. Ұстамадым, не держал, не держу. Ұстадым, держу. Ұстамадым, не держу. Енді зат есімдері бар, мысалы, ұстаз. Ұстаз ол білім ұстанған адамды ұстаз дейді ғой. Білім ұстанған балдарға дәріс беретін. Ұста деген бар, ол шебер. Шеберлік ұстанған адам. Держатель секретов мастерства. Ұстаз. Ұста деген кісі. Енді мына орыс тіліндегі сөздерге көшейік. Осы сөздерден туындаған орыс тіліндегі сөздер уста дейді. Мына орыс тілінде уста. Уста деп бұрын қазір көп қолданбайды. Бұрын мына қолданған орыс тілінде уста деген сөз, ауыз деген сөзді айтады. Ауыз деген сөз ғой енді. Держать речь устами дейді. Яғни ол ауызбен сөз ұстайды ғой, сөз ұстайды. Тағы да қандай сөздер бар? Ұстар деген сөз бар. Ұстар деген сөз, мысалы, қазақ тілінде ұстар деген сөз билік ұстар, бағынышта ұстар, назарда ұстар, контрольде ұстар деген сөз ғой енді. Яғни ұстар деген адам ол ұстар деп келер шақта айтылып тұр. Байқасаңыз, келер шақта негізі көп сөздер келер шақта айтылады. Дегенсең, жалпы тіршіліктің бағыты келер шақта. Ұстар, яғни ол ұстар, елді ұстар деген сөз ғой. Енді мына орыс тіліне қалай кіреді осы сөз? О деген бірінші о деген әріпіміз еленбей қалады. Стар болып кіреді. Стар деген түрінде. Яғни осы сөзден мысалы старик деген сөз. Старик. Старик өзінің балдарын, немерелерін, өзінің әйелін, жанұясын бағынышта ұстайды. Бағынышта, билігінде, назарында ұстап жүреді ғой. Яғни ол оны сыйлайды, бір үлкен деп, шал деп, үлкен ата деп. Яғни ол старик деген сөз, тап осы сөзден туындаған сөз. Сосын старший деген сөз бар. Старший деген сөз міндетті түрде жасы үлкенді старший демейді. Мысалы, мына бір шағын ұжымдарда, мысалы, ішіндегі белсендісі старший болады. Старший ол өзінен кісілерді бағынышта, бақылауда ұстап жүреді. Бақылауда. Старшина деген сөз бар, мысалы, мына әскери салаларда старшина дейтін болады. Ол деген белгілі ғой, сарбаздардың үстінен қарап жүретін адам ғой. Командир, олай айтқанда. Енді страна деген сөз бар. Страна деген сөзде А деген мына стар, А деген әріп, кішкене ығысып, енді орыс тілінің грамматикасына сай ығысып кеткен ғой. Страна деген, страна, старана деген екі сөз, ол екеуі де бір туындас сөз, екеуі де бір мағыналы сөз. Ел дегенді білдіреді, яғни страна, держава, бір белгілі ұлт, болмаса белгілі бір этнос, мына елді ұстап тұрады, бақылауында ұстап тұрады. Держава деген сөз болады. Две страны, две державы. Две стороны. Сторона болып шығады. Қазір мына сторона деген сөз, қазір орыс тілінде, мысалы, бір тарап деген мағынаны білдіреді. Тарап. Екі тарап, мысалы. Болмаса бір заттың екі жағы. Две стороны деген сөз. Сосын мына сторона деген сөзден, мысалы, оппозиция болса, мысалы, шетте жүреді ғой. Елден шетте жүреді. То есть, сторона, страница деген сөз. Страница. Қашып жүру деген сөз ғой, страница деген. Мысалы, страница деген сөзден, отстранить деген сөздер туындайды. Мысалы, мына жұмыста, мысалы, бір
отстранить етеді, иә. Енді білесіңдер ғой өздерінің мағынасын. Осы сөздердің бәрі осы строй деген сөз. Строй деген сөз ең бірінші мына ел құру деген мағынада туындаған сөз строй. Содан кейін басқа заттарға да тараған ғой, мысалы сарбаздар сапта тұрғанда строй болады. Олар стройды ұстап тұрады. Держать строй деген мысалы команда береді. Армияда болған адамдар болса, мысалы біледі, армияда болған адамдар. Держать строй деген команда береді командирлер. Осыны строй деген сөз, стройка деген сөз бар. Стройка не зат? Стройкада, строительствода құрылыс қой дейтін, құрылыс. Манағы белгілі стандарт, норматив, соларды ұстанып стройка салады ғой. Стройканы солай салады. Белгілі стандартқа байланысып. Енді ұстан деген сөзіміз бар біздің. Ұстан дейді. Біздің руларымыз, тайпаларымыз, қазақтардың мысалы әр рудың, әр тайпаның өзінің ұстанған жері болған. Жеріңді ұстан, осы жеріңді ұстан дейді. Яғни өзінің бұл жер ұстаны болады. Ұстан жеріңді, ешкімге берме, осы жеріңе ие бол деген сөз ғой. Енді осы сөзге, орыс тіліне осы сөз қалай кіреді? Ұстан деген сөз жаңағыдай мына бірінші ұ деген әріп тағы да еленбейді. Ұ деген әріп стан болып келеді. Стан. Стане врага деген сөз тағы осы сөз. Мына Татарстан, Башқұртстан, Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан, Қарақалпақстан, Дағыстан, Пакистан, Афганистан. Осы сөздердің аяғындағы стан деген сөз тап біздің мына қазағымыздың ұстан деген сөзден туындаған сөз. Біздің ұстан деген сөзіміз, ұ деген әріп неге жоқ, мен соны білмеймін. Стан деген сөз, тап осы ұстан деген сөзіміз. Енді орыс тіліне осы сөз кіргенде бұлар жер телімі ретінде кірген. Мысалы мына станция деген сөз бар орыс тілінде. Станция деген стан вагонов. Станица деген сөз бар. Стан орыс қазақтардың несі ғой? Стан казаков, казачество. Қандай сөз? Установить деген сөз бар. Установить деген сөз, яғни мына белгілі бір станды, енді орыс Ресей империясы енді көп өзге елдерді басып алумен көп айналысқан ел ғой. Сол мысалы белгілі бір станды басып алғаннан кейін ол жерге өзінің билігін орнатады. Билік орнату орысша установить, яғни стан деген сөзден установить деген сөз туындайды. Установить что? Установить именно власть. Установить власть. Стан деген сөзден туындаған сөз. Установить деген кейін, содан кейін мына устанавливать памятники, устанавливать какие-то мына әлгендет механизмдер, бір құрылғыларды установить етеді. Ең бірінші ол установить власть деген сөзден туындаған сөз. Установить, бір белгілі станда установить деген сөз. Яғни белгілі бір елді басып алғаннан кейін установить власть. Так, сосын установить деген сөзден установка. Зат есім установка деген сөз туындайды. Сосын мына станок деген сөз бар. Станок, ұстаным деген қазақтың сөзі, ұстаным деген сөзден, ұстаным деген енді позиция. Менің ұстаным, менің өмірлік ұстаным, моя жизненная позиция. Яғни ұстаным деген сөз, мысалы позиция деген сөз. Енді бұны сөзді программа деп те айтуға болады. Ұстаным деген ұстаным деген функция деп те атауға болады. Яғни станок деген сөз, тағы осы сөз. Станок енді белгілі бір функциямен жұмыс жасайтын зат қой. Оған мына адам бір функция беріп қояды. Сол функцияны орындап тұрады ол станок. Станок деген сөз, біздің мына ұстаным деген сөзден туындаған сөз. Сосын тағы да қандай сөздер бар? Усталость деген бар. Усталость. Енді шаршаған адам, мына шаршағандықтың
манағы торында шаршағандықтың қалай еді құрсауында тұрады ғой, құрсауынан шыға алмай тұрады, шаршағандықтың құрсауында, шаршағандықтың торында. Оны усталость деген сол мына ұсталып тұрады, болмаса, яғни ұсталып тұрады. Сосын устой деген сөз бар. Устой, мына ол бір салт дәстүр ғой, бір қалыптасып қалған салт дәстүр. Устой деген мына салт дәстүрді ұстану деген сөз ғой енді. Устой деген сөз. Қалыптасып қалған ұстаным, қалыптасып қалған ұстаным деген сөз, былай айтсаң, былай қарағанда. Так, устав деген сөз бар. Устав дейтін ол ереже ғой. Ереже ұстаным деген сөз. Ал мына барлық осы мына дізіп айтқан сөздердің бәрі, ештеңені ұмытпаған сияқтымын. Осы сөздердің бәрінің түп атасы біздің ұстау деген сөзіміз, қазақтың ұстау деген сөзі. Ал осымен болдым. Тыңдағандарыңызға рахмет. Қош, сау болыңыздар.